Сұрақ берсе жалпы бәрі сұрақ қояды. Не үшін ана жаққа ауыстырып қойды? Негізі сынып бойынша мына бағдаршам бар ғой, шәуілдіріп негізі бағдаршам ол келеді де адамдар өтетін жер. Ол жаңағы регулируемый деп айтады жаңағы. Ол жерде істеу болғаннан кейін адамдар жаңағы өзіне көп көреді. Сол үшін сынып бойынша 200 метр ол ең кемі. Кейін ғана сол үшін ол жақын қаларыз. Сол үшін ол жаққа апарып қойған. Жалпы Нұрайдың алдындағы заң ғой. Себебі ол мына жаққа жап-жақын бар. Ол шәуілдіріп босына. Және тағы бір сұрақ, жолда 2 сплошной линия тұр. Мына жағы 2 бағытты жол, мына жағы 2 бағытты жол. Жолда сплошной 2 линия. Мен мына жақта келатқан, былай қарай келатқан кезде бірінші линиядан адам мені бастап пешеход басты. Мен мына жақтан өтуге құқылы өйткені жолда двойной полоса жатыр. Егер де бір полоса жатқан жағдайда тоқтауым обязательно. Егер де жаңағы 2 сплошной болатын болса, өтуіме құқылы, иә? Егер ортаға келіп, адам былай түссе, сіз тоқтайсыз. Ортаға келгенше сіз өтуіңіз. Жалпы мына 2 полосаның мына бетінде, мына бетінде, иә? Енді тағы бір сұрақ, спец қызметкерлер линиядан кесіп өтеді, да? Ол қандай жағдай? Ол кезде жұмысада кезінде жұмыстар басқалар жалпы бір ар жаққа келе жатқан кезде машина артынан жүретін кезде бүйтіп оның қылмысты кезек түрме жаза болады. Азаматтардың өміріне болса, баяғы кейбір нелер бір бокал кейбір ішуге рұқсат дейді. 0,5 көрсету керек деймін. Былайда мен түсіндіріп айтайын сізге. Кез келген азаматты алкоголь отырады. Ол үшін айтады 0,3-ге дейін саналмайды. 0,5-ге дейін жеңілдеу саналады. 0,5-тен рұқсат негізі. Мына қараңыздар, сіз қазір бізде ең нейтралды нәрсе су болып саналады. Судың өзі көрсету керек негізі ішінген да. Ол судың өзі сол жаңағы спирттің құрамын ескереді. Кез келген затта болады нәрсе. Ашық болады. Сол үшін азаматтың өзінің ішкі курсында да болады. Ешкімде 0 болмайды ешқашан. 0-де 1 болады, 2-де болады, 3-де болады. Және де мен естігенмін, ана біреулер ашқан қымыран шығып, жаңа экспедициядан шығыпты. Шығады. Ашқан қымыран қымыз шығады. Қымыздарыңыз 1,5 мың керек болса. Ол кезде қанмен дәлелдейді ғой енді. Соттың қаулысымен не қылады? Қанмен дәлелдейді. Қанмен дәлелдейді. Қанмен дәлелдегенде бәрі өзі ашық өтіп береді бәрі. Алкоголь деген нәрсе бар ғой, ол қымыраннан болды ма, арақтан болды ма көрмейді ол. Жалпы қиындау десеңші, сотқа дәлелдейді. Сот болғанда біздің ішкі полиция қызметкерлерінің несі тек қана дәлелдемелерді алып тоқтап беру. Қарады сот негізі. Бәрі олар полиция біз тек қана сол дәлелдеме бар жинап алып беру. Және де жаңағы протоколға келіспеймін деп жазған жағдайда автоматты түрде сотқа өте ма или өтпейді ме? Өзім мынау әкімшілік істерді қарайтын уәкілетті органдар бар. Мысалы үшін соттық бөлек, ішкі органдар бөлек. Келіспей жағдайда полиция органы басшылары қарайды. Немесе сол келіспей жағдайда жаңағы полицияның өзінің қызметкері көп уақыттар бойынша полиция қызметкері өздері жолдағы өздері қарау уақыты болды. Сол кезде сол жерде жаңағы келіспей жағдайда өзіне айтып салуы мүмкін. Келіспеймін деп жазған жағдайда 50% сауалыңыз рахмет. Қанша күн жалғасады? Бүгін соңғы күн, бірақ енді ғана тағы осындай кезде болады. Алдын ала айтамыз. Кез келген сұрақ бойынша келіп жол қатысы болмаса да басқа қылмыс істері бар, не болсын бәрі бар. Егер біздің құқығымыз болмаса, біз өшін жазып аламыз, апарып басқа тапсырамыз. Сізді сауалыңыз рахмет. Сәлеметсіз бе? Сізге сұрақ қойсақ болады ма?
Өзіңіз бағанадан бері байқап отырмыз, мына әкімшілік полиция басқармасының бастығына бір жарты сағаттан астам уақыт бойы бірнеше сұрақтарыңызды қойдыңыз. Сол жөнінде айтып өтесіз ба? Осы жаңа басшысы дедіңіз ба? Иә, әкімшілік полиция басқармасының басшысы. Бұл кісіге біраз сұрақтар қойдым, және осы сұрақтарға толық жауапты алдым деп есептеймін. Сіз негізі акция бойынша айтылатын сұрақтардан бөлек те сұрақтар қойдыңыз, е? Жоқ, бөлек сұрақ қойылған жоқ. Мен жолға қатысты жаңа әкімшілік іс бойынша, жаңа машинаны жеке жабдықтау бойынша сұрақтар қойылдым. Сол сұраққа байланысты жауап бердім. Қанағаттанасыз ба жауаптарын? Көңіліңізден шықты ма? Көңілден шықты. Алда тағы да осындай акциялар жүреді дейді. Егер де өзіме осындай білмеген, осындай нелер болса, келесі айда келіп білмеген нелерімді сұраймын. Жарайды. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Мінекей әлеуметтік желі қолданушылары өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай кезекті тұрғындарымыз келіп өздерінің сұрақтарын қойып, нақты және тыңғылықты жауаптарын алуда. Өздеріңіз байқағандай тұрғындар бүгін қарасы көп, акцияға арнайы келіп белсенділіктерін танытуда. Өздеріңізге осылайша тікелей эфир жүргізіп отыратын боламыз. Эфирде Айдана және Гүлнар сіздер үшін арнайы жолда қабылдау акциясы бойынша бүгін кешкі 7-ге дейін тікелей эфир жүргізіп, нақты мазалаған тұрғындардың сұрақтары бойынша жауап беріп отырады. Немесе Түркістан облысы полиция департаментінің Facebook және Instagramдағы ресми парақшаларына да өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, нақты жауабын алуға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Келіңіздер, акцияға қатысыңыздар, барлығыңызды шақырамыз.